Біз қазір ортаға келесі кейіпкеріміз шақырсақ деп отырмыз. Болат Рүстембеков. Жасы 55-те 3 баланың әкесі, 4 немересі бар. Бір рет үйленіп ажырасқан. Ажырасуына себеп әйелі көзіне шөп салған. Бата, сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз студиямызға. Жағдайыңыз қалай? Бірінші енді Қазақстанға не тұтқан ғой. Бүкіл ел көріп отыр. Ятты болса енді айтайын. Ятты болса енді. Түсінем, оңай емес әйел көзіне шөп салу деген, оны мойындау деген, оны эфирге айту деген, жігіттік намысыңызға тиетін түсінем. Бірақ та жиналып келдіңіз, айтуға бел болдыңыз, енді артқа қайтар жол жоқ. Айтыңыз одан да. Айтқанда бұлай енді. 5 ай бұрын әйелім магазинде істейтін еді, сатушы болып. Содан бір күн жоқ болды үйде. Екінші күн қонбады. Екінші күн сұрадым, қайда болдым? Ана сестрам үйінде болдым деді. Екінші жоқ болды, о да болмады. Ана сестрам үйінде болдым. Үшінші рет тағы болмады. Сосын жоқ, сұранатын бет сізден, мен әпкем үйіне барып қалсам. Жоқ, сұранбайтын еді. Содан үшінші рет неткенде, екінші күні барында неге магазинге барып шу шығардым. Содан кейін сұрадым ғой, не болды саған? Мен сездім енді, бірдеме болып жүрген. Мен енді кінә болған шығар, может, енді жұмыс ақша таппадым да, шын айтқанда. Әйелімнің мойнында отырдым. Ресейден көшіп келгенімізге 4 жыл болды. Қай жерінен Ресей? Омскіден. Жасы нешеде әйеліңіздің? 52-де. Жақсы сөйтіп. Содан енді мен осы Малиновка деген жер бар осы маңайда. Сонда бір ай неге келдім жұмыс істеуге. Содан Сократетті үйге бардым, түнгі 11-дің кезінде. Автобуспен. Барсам, үйде бөтен жігіт отыр. Сосын қазақша айтады ғой, дамбалбазы деп. Сен бе дамбалбазы деп? Жоқ. Мен бір адамды күтіп отырмын деді. Әйелім шықты, ол бір подружкамды күтіп отыр. Айтым шөй, вазал что ли? Күтетін. Ол кетіп қалды да. Содан кейін мен темекі алуға шығып кеттім да, есік жауып. Енді темекі алып келсем, әйелім жоқ, кетіп қалыпты. Содан екінші күн түсті бірақ келді да. Түстің кезінде. Қайда болдың деп, жігітімен болдым деді. Жарайды. Енді ясно. Содан осы 10 күні ма, осы апрельдің үйге бардым, Балқашқа. Барсам, уже өз көрпелерін танимын ғой. Өтен бір көрпемен бір жастық жатыр. Мен осы жақта бір ай болдым осы жақта. Уже кіргізіп алған ау деймін деп. Содан 2 күн ба 3 күн жоқ болды үйде. Қайда болдым, жігітімен болдым. Ашық. Ашық. Ябыдайын. Ішесіз бе? Кезінде ішкем, қазір ішпеймін. Ауырғаннан кейін қойдым, инсульт алғаннан кейін қойдым. Кезінде іштім. Жасыратын жоқ, Ресейде қатты ішеді олар. Іштік. Жасыратын жоқ. Ол кезде бірге тұрдыңыздар. Тұрдық. Мен бұлай 32 жылдан кейін бұлай болады деп ойламаймын да. Бұл ұзақтан келе жатқан нәрсе ғой негізінде. Бұл бір күнде пайда болмаған дүние ғой сіздің басыңыздағы жағдай. Себебі қарап отырсаңыз, өзі ер азаматтың бір мың жігіттің мыңы кешірмейтін бір жағдай болса, бұл отбасының ойраны, төсегінің тазалығы жалпы. Ер азамат аштыққа көнуі мүмкін, ер азамат жұмыссыздыққа көнуі мүмкін, бірақ ол арын, намысын таптатуға көнбейді. Демек, сіз осы күнге дейінгі өзіңіздің өмір сүру дағдыңызда, отбасында сіздің құныңыз қалмаған ғой. Сіз тек қана бір тірі организм ретінде сол үйдің ішінде өмір сүріп жатпасаңыз, еркек ретінде, отағасы ретінде қадіріңіз қалмағандығының негізі белгісі ғой. Өйткені сіздің үстіңізге басқа үйге барып қону, басқа жігітпенен көңіл қосып кету деген сөз, ол еркек басынан аттап кетуге мүмкіншілік берді деген сөз. Қазақта сөз бар. Бақпасаң бала кетеді, қарамасаң қатын кетеді дейді. Соны ғылымда айтады өзі. Әйел адам бір мезгілде бір-ақ еркекті жақсы көреді дейді. Бір мезгілде әйел адам бірнеше еркекті жақсы көретін жүрек берілмеген де әйел адамға. Яғни әйел адам өзінің күйеуіменен некеде тұрып, бірақ басқа адаммен ойнастық жасайтын болса, ол адам жүрегінде жоқ деген сөз. Сіз үйдің ішінде болғанмен әйеліңіздің жүрегінде жоқсыз. Сіздің қадіріңіз де, қасиетіңіз де еркек ретінде қалмаған. Сіз бар болғаны еркек бейнесіндегі тірі организмсіз. Сол себептен де бұл қазақтың өзі дәстүрлі өміріне қарасаңыз, басқа әйелдің ақылын тыңдаған,
әйелінен насихат алған, әйелі тіптен билеген, оған дейін де мүмкіншілік берген. Егер еркек өзінің ақылының кемдігін сезсе, еркек ақылының кемдігін сезсе, керісінше әйелінің жөніне, жолына бұрылып отыратын болған. Ал бірақ еш уақытта төсегіне, көңіліне басқа ой салдырмаған. Ләйлә, бұл жерде тағы бір айтып өтетін нәрсе бар. Жалпы көптеген шалбар киіп еркек болып жүргенменен, мына еркектік намыспенен қасиетті сақтамаған кезде отбасы әйтеуір әрең ілініп тұрған еркектер көп та. Соның бір себебін айтайын. Мысалы үшін еркек адамдар ішкілік ішеді, оның ішінде сыра ішеді, оның ішінде еркекті қуатын әлсірететін, немесе әйелінің алдында айыбының кетіретін сондай нәрселер тұтынады да, сосын әйелінің алдында еркек ретінде қадір қалмайды, бірақ оны жұртқа жариялап айтамайды. Әйелі сыртынан қарасаң екеуі бір тату тәтті ұрыспай өмір сүріп жатыр, бір үйге кіріп бір үйден шығып жатыр. Бірақ шынтуайтында оның еркек ретінде қадір қалмағанына ұзақ уақыттар болған. Былай қарасаң, неге біздің аталарымыз 80-ге келсе де, 90-ға келсе де, «Хой!» деген кезде далада жүрген кемпір жүгіріп келетін болған. Себебі ол еркек ретінде абыройы түспеген әйелінің алдында. Ал енді еркек ретінде сіздің абыройыңыз түскеннен кейін, сіздің жасыңыз 50-де ме, 40-та ма, әйеліңіз басыңыздан аттап кете береді. Соның үлкен бір себебі, қазіргі уақытта жарайды, бұл кісі жас 60-қа тақап қалды. Жас балалар көптеген эротикалық нәрселерді көреді, көріністерді көреді. Сөйтеді де қажет емес уақытта адамның бойында бір қозу процестері жүреді. Сөйтіп ол қажетті жеріне келгенде ештеңкеге жарамай қалады, бірақ ол мына жақта көшеде күркіреп жүреді да. Сондықтан мынау біздің аталарымыздың әйелінің алдында абыройлы болуы, тіптен қазақ әйелінің миына, еркегінің көзіне шөп салу деген ой келмейтін болған. Ол тіптен сөз салмақ түгілі күйеуінің көзінше бөтен еркекпенен сөйлесуге қорқатын болған. Ал бұл кісінің үйінде отырып, ол ана үйде емен жарқын қонып келіп, сосын кейін бұл кісіге ана еркекті алып келуі көкеміздің ең соңында өзінің осыған дейінгі тәттісін жеп жатыр да бұл кісі.